Мектепке қатысушылар және студенттер, бүгінгі менің тақырыбым стиль. Біз нені таңдауымыз керек, стильді ме немесе сәнді ме? Неге деген сұраққа жауап береміз. Қарай. Сәнде ешқандай ереже жоқ. Қыздар, біз өзіміз білеміз. Бұрын айтатын жаңағы біздің пиджагымыздың қолымызға ұзындығы осы жерге дейін болады, немесе босоножка мен колготкиді киюге болмайды деген сондай қағидалар, тәртіптер болатын. Қазір сәнде ондай ережелер жоқ. Сән бұл деген уақытша секілді құбылыс. Сәннің құрбаны болмау үшін сіздер трендтен адаспау үшін өздеріңізге киінгенде тепе-теңдікті сақтап, немесе гармониялық бірлестікте болу керек. Бұл деген сән деген біреудің қиялы, немесе ойлап тапқан заңдарын ұстану дегенді білдіреді. Ары қарай. Силуэт деген біздің пішініміз, біз трапециялар, дөңес, жаңағы қынамалымыз соған әсер етеді. Бізде нақты әлемде болып жатқан жағдайларды, қоршаған орталарды, соны оқиғаларды бейнелейді сәнде. Сіз өз гардеробыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өз талғамыңызды сән ағымымен ұштастыра білуіңіз керек. Келесі. Стильді таңда, енді сән дедік және стиль дедік. Стиль ол сіздің таңдауыңыз. Сіз өзіңіздің дүние танымыңызды көрсетесіз. Өзіңіздің жаңағы кемшіліктеріңіз болса, соны жабуға тырысасыз. Ол әрбір адамның өзінің тәжірибе жүзінде келеді. Мысал үшін, қазіргі біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз? Адамның киіміне қарап, адамның киіміне қарап қарсы алып шығарып салатын сондай қоғамда жүрміз. Сондықтан стильге өзіңіз киім киюге нақты жаңағы талғаммен, гармониямен қарау керек. Және ол стиль деген сіздің көңіл күйіңізді білдіреді. Келесі. Стильді көрініп, стильді ойлаңыз. Оны сіз қалай түсінесіз? Стиль бұл шығармашылық, жаңағы айтқандай қиял, абстрактылы ойлау және киімді мүлде басқа жағынан қабылдау. Үйлесімді стильде көріністе жасалады. Киім әрқашан ақылмен таңдалады. Ол өзінің стиль. Стиль деген ол тәжірибемен келетін зат. Келесі. Гардеробтарыңыздағы өзекті киім. Мен оны үшке бөлдім. Сізде 45% негізгі және заманауи сәндік киімдер болуы. Ол барлық киімдер бір-бірімен тамаша үйлесімде. Ол мысал үшін сіздер түстерді сақтайсыздар. Бұл жерде нақты мәңгілік қалатын түстер, мысалы ақ түс трендте ешқашан өтпейді. Қара түске де, бежевый дейміз де, қоңыр түсті, көк, джинсы, деним, сол түстерді бұл жаңағы бірінші топқа да жатқызуға болады. Келесі біркелкі сәнді өзекті киімдер. Ең оңтайлы әдіс. Бұл киімдердің бұл жерде көп айналымы жоқ, киімдерді көп адамдар сатып алмайды, олар нақты, мысалы күнделікті тренч болса, тренч, бір костюм, бір шалбар, сондай киетін киімдер адамдарды осы топқа жатқызуға болады. Және ол киімді санаулы түрде азайтады өзді. Ал енді сәнді киімдер 15% ол қазіргі заманғы жастарға да. Жастар, сіздер әдемі киінгенді ұнатасыздар ма? Ұнатамыз, сондықтан ол 15% ол жаңа адамда болуы мүмкін. Ол жаңа трендті киімдер, қазіргі жаңалыққа сәйкес гардеробты үнемі толтырып отыратын адамдар. Келесі. Олар жатқызуға болады. Немесе көлемді киімдер бар ғой. Қазір жаңа пальтолар, солар модада. Сол сәндік киімдерге жатқызамыз. Сіз гардеробыңызды саналы түрде ұйымдастырасыз. Жаңа біркелкі пішін дегеніміз қазіргі заманға, мына коронавирус басталды ғой. Содан кейін біздер қазір адамда біркелкі бір түсті киімдерді кие бастады. Ол жаңағы заман талабына сай дейміз. Немесе қазір өте қымбат тренд киімдер, қымбат, оның әрбір адамның жағдайы жоқ, оны сатып алатын жағдайы. Сондықтан қазіргі көп адамда біркелкі пішін қазіргі әлемде
болып жатқан жағдайда байланысты тренд болды. Киімнің сыртқы түрі мен пішіндеріне деген көзқарас өзгеруде. Сіз өзіңізге ұнайтын нақты пішімді, силуетті киімдерді таңдайсыз. Пішім деген сіздің жаңағы формаңыз, ал силует деген сіздің дене бітіміңіз. Біркелкі гардероб саналы түрде жаңа айтқандай киімдер азаяды. Бұл жерде пиджактар, свитшофтар, джинсы шалбарлар болуы мүмкін. Келесі сөз емес. Ол қазіргі осы сән философиясында қолданып жатқан сөз. Ол қалай деп түсінеміз? Келесі. Мысал үшін біздің жаңа танымал адамдар дизайнер Карл Лагерфельдтің біркелкі формасын мысал ретінде айтуға болады. Бұл жерде бұл кісі қара очки тағады міндетті түрде, үстіне тройка костюм. Бірақ түстерін ғана өзгертеді. Қара, сұр, немесе ақ болуы мүмкін тройка костюм. Сосын төмен жақта тік шалбар, қара шалбар және кожаный қолына перчаткасы. Бұл кісінің, бұл дизайнердің формасы осы стильге адал болған, осылай киінген. Ал енді келесі жаңа Стив Джобста көбіне презентовать еткенде, оның кісіні біз қара водолазкасымен және джинсы немесе кроссовкамен жүреді. Ол все время өмір бойы осылай жүрген ол кісі. Оның да как униформа ретінде ол кісіні жаңағы айтуға болады. Сонда униформа деген терминді түсінікті ме қыздар? Жаңағы ол күнделікті ол адам оны киеді. Тек қана түстерін ғана өзгертеді және осы неге өзінің стиліне адал болады ол кісі. Келесі. Бұл біркелкі униформа деген қазіргі замандағы пішін. Мына қыздар мына жерде қараңыздар, бір түсті киімді, пиджагы де, шалбары да, мына жерде қазір бір түсті пиджагы, жаңағы көйлегі де, солай бір түсті. Бұны да біз қазіргі заманда біркелкі униформа деп те айтуға болады. Бұл монограммный стиль деп те айтуға болады орысша, немесе қазіргі заманды біркелкі пішін. Бұл қазір бізде тренд, қыздар. Енді сіз сәнді емес, және стильді таңдауыңызға кеңес беремін. Сіз жаңа стильді таңда деп тұрмын ғой, сіз 3-4 түсті таңдасаңыз болады киіміңізге. Мысал үшін классикалық заманға сай ақ жейде. Сіз ақ жейдені кисеңіз, жаңа ақ жейде сыртынан пиджак, төмен жағыңызға шалбар киюге болады, немесе ақ жейде жаңа белдемше, күнді белдемше, жаңа ұзындығы мидей, немесе қысқа, солай етіп ауыстыруға болады. Бұл как формула ретінде. Және кез келген гардеробта құрайтын бейтарап түстер. Ол жаңа айтылғандай, қоңыр, сұр, қою, көк, марсала түстерді таңдасаңыз болады. Міндетті түрде киім сапалы болу керек, қарапайым болу керек. Сізге жүріп тұруға, отыруға ыңғайлы болу керек. Ол сіздің комфортыңыз, сізге қажетті. Жаңа сіз өзіңіздің капсула немесе жаңа киімді формасын жасағанда біркелкі сіз міндетті түрде оған аксессуарды жатқызуға болады. Мысалы, киімнің жалғыз ғана рубашканы кимейміз, ол мысалсын оған қосымша шашымызды, прическамызды жөндесек, очкиді, аксессуарды жатқызуға болады. Немесе әртүрлі жаңа әшекейлерді қолдансақ, бұл сіздің жаңа образыңыз пайда болады. Макияж, шаш үлгісі және өмір салты әлеуметтік образда. Мысалы үшін сіз қонаққа баратын болсаңыз, басқаша киінесіз. Мысалы шетелге барып, теңізге болса, онда сіз басқаша романтикалық киім киесіз. Ал енді тауға серуендеуге барсаңыз, сіз спорттық киімдер киесіз. Сөйтіп өзіңізге сай тек түстерді ғана өзгертіп, формасын өзіңізге әдемі келеді. Кейбір жаңағы дене бітіміміздің жаңағы ерекшеліктерін жабатын, біреуміз мысалы қысқа болса, ұзын болса, немесе толық болса, толықтарға жаңағы тік пішінді киімдер солай етіп өзіңіздің таңдау тұрғысынан, яғни гардеробыңызды өміріңізге нені енгізуге дайын екеніңізді білу өте маңызды. Жастарыңызға сәйкес киім таңдайсыз. Ал мен мысалы егде немесе жаңағы жоғарғы жастағы әйел адамдар ол сіздердің киімдеріңізді кие алмайды, значит, ол болмайды деген сөз. Значит, әр адам өзінің жасына байланысты киімді таңдайды. Фигуралық
ерекшеліктер. Фигуралық ерекшеліктерге жаңа айттым. Біреуі жаңағы толық болады, біреуі арық болады, біреуі трапеция, біреуі домалақ болады. Соғанда назар аударуыңыз керек. Үшінші, сыртқы келбетіңіз. Біреуі томпақ болады, біреуі арық болады, біреуі иілген болады. Өзі беттің сыртқы келбетіне де қарауымыз керек. Бұған тікелей байланысты силуэт. Силуэтті жаңа пішін, пропорциялар. Бұл қынамалы, арық, немесе пропорцияларға элементтер, киімге тігілген элементтер. Ол жаңа қалта болу керек, жаға болу мүмкін. Сондайларды, мысалы толық адамда қалталар киімдерді киген оған жараспайды. Одан сайын объем, көлем беріледі. Ол қолдануға болмайды деген сөз. Ал енді бойы ұзын 90-да, 60-90-да, олар әр нәрсе киімде жараса береді. Мысалы сіздер өте жассыздар, сіздерге әр киім сәнге байланысты киімде жараса береді. Мысалы сіз міндетті түрде жас болғаннан кейін әр қыздар немесе жастар сәнді киюге тырысады, сәнді киінгісі келеді. Сіз гардеробыңыздағы бір-екі сәнді трендті енгізуге болады. Сіз сәнді болып көріну үшін. Визуалды елестер. Сіз жаңағы сайттан көресіз, жаңағы тиктоктан көресіз, сондайларды қарастырып, визуалды қарайсыздар да сіз өзіңіздің гардеробыңызды ұйымдастырасыз. Соңында да киім арқылы көреді. Мысалсын жұмыс киімдері, мысалсын стюардесса немесе жұмысшылар өздерінің киімдеріне байланысты таба аламыз, мысалсын дәрігер, солай арқылы да білуге болады. Стиль заңдары қазіргі жағдайда өзгеруде. Стильді бір тұрақтық, тоже қадалып қалған қағида жоқ. Жаңа сәнді киімдерді сатып алу қазіргі айттым заманда өте қиынға соғады. Киім бұл сұлулық, әзір, сапа, пайдалылық, беріктік, әмбебаптылық, ұзақ мерзімді дараланған, жоғарғы субъективті жерден шынайы қанағат пен құндылықты қамтамасыз ететін нәрсе. Бұл және философия киімнің терминіне жатқызамыз. Келесі. Жаңа сіздер айтып, егер де сіз жаңа киімді сатып алмасаңыздар, сіз үйдегі бар киімді жаңа қазіргі ағымға сәйкес жаға болса, жағаны үлкейтіп, немесе киіміңізді қайтадан өзгертуіңізге болады. Үйдегі бар нәрсені. Соны айтылды. Енді сәнді гардероб. Бұл енді қазіргі заманға сайға сөздік тізбектері. Мысалы үшін аутфит, оверсайз, коллаборация, тутылу киімдер жиынтығы немесе әртүрлі дизайндық киімдер. Біз қазір бұл тақырыпта ойындарымыз бар. Біз қазір ойын ойнаймыз. Бұл сіздерге түсінікті, әртүрлі Versace болсын, әртүрлі киімдердің өзінің брендтік киімдері бар. Бір жағынан бұл бренд, бір жағынан бұл маркетинг. Маркетинг деген сауда. Олар өздерінің киімдерін көбірек адамдарға сатқан сайын бұл жаңа саудаға да жатқызуға болады. Бұл ақша деуге де болады. Келесі. Енді сәнді болуға қатысты қандай үш қате пікір бар? Соған ермеу үшін не істеуіміз керек? Қалай, неге деген сұрақтарды. Сәнді болуға қатысты қандай үш қате пікір болады? Сіздер соны қалай ойлайсыздар? Қандай деп? Үйлестіре алмау. Тағы қандай? Бір стильді басқа стильге дұрыс үйлестіре алмау. Мысалы жаңағыдай бар, ұлттық киім мен заманауи нені үйлестіре алмау дейсіздер, тағы? Түстерін енді ол өзінің формасына қарай киімді дұрыс. Мысалы қазіргі заманда жарнамамен, мысалы жарнама болады, соған еліктеп киінетін адамдар бар ма? Бар, ол қателік деп ойлаймын, жарнамамен киіну ол қателік. Екінші, еліңмен қалмау керек. Сен мына жаңа бір досың осы көйлек киді, мен одан қалмауым керек деп, сен де сол киімді сатып аласың, ол да қателік. Сіз өзіңіз ол қыздың фигурасы, дене пішіні сізге ондай келмейтін шығар. Оған қайталаудың қажеті жоқ. Бұл да қателік деп есептейміз. Үшінші қандай қателік? Осы жас қыздар арналған үшінші қателік.
Сол міндетті түрде қымбат жерден киім алу міндетті емес, соны арзан Иә, киіммен ол да дұрыс. істеуге болады. Дұрыс. Үйлестіру. сапасына да мән бермейді. Иә. Иә, Біреуден көріп соны алғысы келеді де, бірақ оның ол жерде сапасы және өзіне үйлеспеуіне мән бермейді. Және де ол түс оны аша ма, ол киім оны аша ма, соған мән бермейді. Иә. Содан кейін жаңағы көбіне жас қыздар жабыстырып киініп алады, қысқа киініп алады, жабыстырып киініп алады, ойлайды, бұл модно, жаңа сәнді деп. Ол да дұрыс емес, иә? Ерсі көрінеді, ол осылардың үш қателік деп жаңағы осыларды айтуға болады. Енді қазір мен сіздерге екі топқа ойын ұйымдастырам. Сіздер жаңағы стиль түрлері, жаңа сіздер білесіздер, қандай стиль түрлері бар? Спорттық дедік, сосын заманауи дедік, ұлттық дедік, романтикалық дедік, сол мына жерде екі топқа мен осы жерде әртүрлі суреттер бар, фото суреттер бар. Енді сіздердің мақсаттарыңыз осының ішінен қайсысы спортқа жатады, қайсысы фольклор, денем деген ол джинсалық киімдерге, қайсысы спортқа жатады, қайсысы фольклор деген ол осының ішіне ұлттық кіре ме? Қалай ойлайсыздар? Кіреді, иә? Фольклор деген ол ұлттық киімдерді айтады. Фольклор екінші авангардты киімдер. Соны сіздер тауып алуларыңыз керек. Ол спорт, дұрыс. Жоқ, оның әртүрлі видеом құралып Денем деген ол джинсалық киімдер. Джинсалық киімдер. Дұрыс. Атын білмедік просто. Дұрыс. Негізі қыздардың жаңағы сіздердің өзі стильге деген, киімге деген негізгі жаңа талғамдарыңыз бар екені көрініп тұр. Өте жақсы, қыздар, молодцы. Келесі сіздер спорт, классика, дұрыс. Casual деген қыздар білесіздер, әртүрлі киімдер. Ол casual қазіргі молодежь, да? Сіздердің киетін киімдеріңіз дұрыс. Романтикалық, дұрыс. Екінші топқа да дұрыс, өте жақсы. Сіздердің де өздеріңіздің талғамдарыңыз бар екен, киімге деген жаңа вкус дейді ғой, жаңағы бар екенін көрсеттіңіздер, өте жақсы. Енді соңғы тапсырма, біз логотипті туралы неге мысалға стилистер нелер бар киімдер, ал біздің Қазақстанда, мысалы Мегада или өздеріңіз сатып алады, кімнің брендін сатып аласыздар? Басқа тағы? Зара, да, мысалы бізге Қазақстан Зара көп болады, тағы кім? Берш, дұрыс, турецкийда бренд Шанель дұрыс, бар, тағы Диор көп Диор да бар, олар кішкене қымбат. Бірақ біздің өзіміздің әл-ауқатымызға сай, өзіміздің жаңағы тұрмыс жағдайларымызға сай, біздің көбіне турецкий және біздің отандық брендтер көп. Енді мен сіздерге екі топқа тағы да брендтерді білеміз, логотип бренд. Соны сіздер айтып берулеріңіз керек. Қай жердің логотиптері. Сіздер де жаңа сән брендтен хабардар бар екеніңізді көрсеттіңіздер. Өте рахмет, қыздар. Осымен қыздар әдемі киінсеңдер, өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз көтеріледі. Немесе солай болар, самооценка көтеріледі, адамдардың көзқарасы басқаша болады. Сондықтан менің осы бүгінгі сіздерге дайындаған мастер-классым ұнады деп сенімдемін. Сіздер бүгін мастер-классқа қатысқандарыңызға көп рахмет айтамын. Менің инстаграмыммен және ютуб каналыма қосылсаңыз, ол жерде қалай киімдерді, студенттермен жұмыстарымды көрсетем. Сондықтан бәріңізге көп рахмет. Сізге де рахмет.